кітапханасы халықтың кітап оқу белсенділігін арттыру мақсатына бағытталған оқитын ұлт республикалық жобасы шеңберінде Жамбыл облысы тұрғындары, әсіресе жастар арасында жергілікті әдебиет туындыларын оқу, өлке тарихын, табиғатын, әдебиетін насихаттау және мәдени мұрасын өркендету, жас ұрпақтың бойында өңірдің әдеби мұрасын зерттеуге деген қызығушылығын дамыту, өңір әлеуетінің оқуға деген ықыласын көтеру, оқырман мәдениетін қалыптастыру, сонымен қатар жасөспірімдердің зияткерлік, рухани дамуына ықпал жасау мақсатында бір өңір, бір кітап облыстық акциясы жарияланды. Акция аясында жыл басынан бері еліміздің ержүрек батыры Бауыржан Момышұлы, танымал лирик ақын Сәбит Әлімқұлов, ақын, қоғам қайраткері Жарылқасын Аманұлы, белгілі жазушы, ақын, журналист Дулат Шалқабаевтың шығармашылықтарынан түрлі форматтар, іс-шаралар арнап, туындыларын ел болдырдық. Енді акция аясында мамыр айы Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Жамбыл облысының құрметті азаматы, парасат және құрмет ордендерінің иегері, Қазақстанның құрметті жазушысы атағының иегері, көрнекті ақын, журналист, аудармашы Күләш Ахметованың шығармашылығына арналып, бүгін мінекей баршамыз өлеңі өзім жыр кешіне жиналып отырмыз. Ендеше қош келдіңіздер. Баршамызды Күләш Ахметованың өлең жырларымен танысып, оқуға шақырамыз. Жыр кешімізге қатысып отырған қонақтарымызбен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директорының кеңесшісі, парасат және құрмет ордендері, бірнеше медальдармен құрметті құрылысшы, ауыл шаруашылығына еңбегі сіңген қайраткер, атақтардың иегері, Байзақ, Жуалы және Талас аудандарының құрметті азаматы Құлыкеев Батырбек Әбдіразизұлы. Филология ғылымдарының докторы, профессор, әдебиеттанушы Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің Дулатитану ғылыми зерттеу орталығының директоры Сәмен Құлдаров ағамыз. Халықаралық алаш әдеби сыйлығының лауреаты, жазушы, журналист, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстан жазушылар одағы мен журналистер одағының мүшесі, Тараз қаласының құрметті азаматы, жазушы, журналист Көсемәлі Сәттібайұлы. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі, мәдениет саласының үздігі, Талас ауданының құрметті азаматы. Бүгінгі күнде республика көлемінде өнерімен танымал ақын ғана емес, сан қырлы Үміт Битенова. Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті, филология және журналистика факультетінің аға оқытушысы, журналист Бақытжан Бақашев ағамыз. 10-шы халықаралық шабыт шығармашылық жастар фестивалінің дипломанты, республикалық Ахат Өлімжолы атындағы жазба ақындар жыр мүшәйрасының 2-ші орын иегері, 2017 жылы өткен Астана рухани жастардың еңселі елім байдағын байқауының үздік поэзия номинациясы бойынша жеңімпазы дарынды ақын Жұлдыз Бейсек. Қазақстан Республикасы президентінің телерадио кешені Жібек жолы телеарнасының Жамбыл облысындағы меншікті тілшісі, облыстық Ақжол газетінің бөлім меңгерушісі, Қазақстан жазушылар және журналистер одақтарының мүшесі Қадырәлі Нұржан Серікханұлы.
деген бақытты халық. Тәңірдің өзімен жарасып, әлемді қайта жаратады. Тәңірден де асырып, жамандықты білмейтін, тек жақсылықтан ғана тұратын жарастықты әлем жаратуға тырысады. Өлеңінде тірілген сондай игілік әлеміне өзі ғана егіліп қоймай, өзгелерді де еліктіреді. Өлеңіндегі өмірдегі әділетті, пәктілікті, адалдықты, рахматтылық пен мейірбандықты аңсатады. Сөйтіп, табиғат жаратқан, әлеумет жаратқан әлемде шын ақын, шын өлең мысқылдап болса да, жақсылықтарды жайдарлана түседі. Күләш Ахметова өз халқының жүрегінің төрінен әлдеқашан орын алған ақын. Ақынның жырлары күннің нұрындай, гүлдің әріндей, нанның дәміндей, сүттің өңіндей, бөбектің иісіндей, еміренпей, теміренпей қоймас. Кінә тақса, кие ататындай тәржір. Олананың бейініндей дархан, ғашықтың жүрегіндей отты, сәбидің еңбегіндей нәзік, қыздың көз жасындай мөлдір. Күләш Ахметова қазақ жырына ешкімге ұқсамайтын, өзінің ерекше өрнек іздесімен келіп, бірден биіктен көрінген ақын. Шынында ақынның ақ гүлім менің деген алғашқы жинағынан бастап, соңғы кітабына дейінгі аралықта жыр әлемінің шексіз кеңістігі мен түпсіз тұңғиығына еркін бойлап, елі мен жерін байтақ Қазақстанның үлкен махаббатпен жырлап келе жатқан үлкен жүректі болған. Ендеше кешіміздің шымылдығын ашу үшін алғашқы сөз кезегі. Қазвосток жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директорының кеңесшісі Құлекеев Батырбековаға беріледі. Аға сөз кезегі. Ең бірінші осы Шоған Уәлихан кітапханасының директоры Эмира Юсуповнамен рахмет айтқым келеді. Бұл жерде бірінші болды. Жұрнас Петролий, Әлмегензей, Илосын Мұратов кешінде болды. Сондықтан бүгін де жаңа айтып осы Жамбыл өңірінен шыққан атаулы кісілердің еске алып, еңбектерін еске алып, өстіп басымыздың жибасында, сондықтан еңбегімізді көп рахмет айтамын. Ал енді бүгінгі Күләш Ахметова туралы ол осы Жамбыл облысындағы бірден-бір Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты осы бір-ақ кісі бар. Өз корпорация қабыл тазалап, ол сертификат алды. Қазір Күләш Ахметова денсаулығына байланысты ол кісі кетмей отыр. Өзіңіз білесіздер, ол кісі жүре алмай қалды. Енді рахмет айтамын. Егер ол кісінің қолайы сау болса, Жамбыл өңірін, Тараз қаласын бірлесіп жүреді деп. Өйткені ол кісімен біз сол кезде араластық. Ол кісіге болмаса да сол кісінің осы ақын есебінде жырлап жүрген Ұлбике Жангелді қызына біз Тараз ауданында жұмыс істеп жүрген кезінде осы жанында үміт отырып, бейтен болып отыр. Осы кісілердің осы ұсынысымен Қаратау қаласындағы үлкен мың орындық Ленин мәдени ақын Ұлбике Жангелді қызына берді. Оған және үлкен ескерткіш қойды. Соның барлығында сол жүрген ескерткіш жасап жүргенде осы Күләш Ахметова және бейтен қарындастарымыз, істер әкімдеріміз. Сондай кісі қазір осы біздің Таразда тұр. Енді қазақта ақын қыздар көп, соның біздің жерлесіміз де бірегей. Сондықтан бүгін жастарды шақырып, оқырмандарды шақырып, осы Күләш Ахметова туралы осындай бір отырыс ұйымдасып отырғанымызға тағы да рахмет айтамын. Ол кісілерді бұдан да үлкен еңбектерге сый болатын кісі. Осының әр өлеңдері бар, бірақ шумағы қазақ туралы қазақты жамандама, қазақ бала, халық қой, қазақ деген қазақ қана жүрсек те аясында жерлерінде қазақтың жанашыры қазақ қана. Сондықтан біз осы Қазақстанда 19 миллион аса 19 миллион халық бар. Соның где-то 12 миллион қазақ. Ал мына көршіміз, біз екі ұлы елдің ортасында тұрмыз, Қытайдың және орыстардың арасында. Бұлар біз бір уыс топырақтың ішіндегі бір текшеге тұрып қаламыз. Сондықтан қазақтар өзімізді құрметтеуіміз керек. Қазақтар қазақша сөйлеу керек, әр қазақ қазақша білу керек. Және де осындай біздің алдымыздағы Күләш Ахметова спектакльдеріміздің өлеңін оқу керек, және театрға қайтару керек. Сондықтан бүгінгі осы отырысты, бүгінгі Күләш Ахметова құрылған кешті
кешіңіз осы әдеби отырыста рахметовтардан келген жастар сол кісінің еңбегі бәрімізге үлгі болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақстан Республикасының шаңырағы биіктей берсін. Дүниежүзіндегі ең мықты халықтың бірі болайық. Ақын поэзиясының басты тақырыптары күллі әлемдік күрделі мәселелер мен ұлы жаратылыстан таңғажайып көркі, қоршаған орта, туған табиғат, ұлт мүддесі, ұрпақтары, ізгілік пен имандылық, адамгершілік пен мейірбандық, достық пен махаббат. Ал ендігі кезекті Күләш апамыздың аудио сәлемдемесіне назар аударамыз. Мен жастайымнан көп кітап оқып өстім. Өзімнің туған елде әкем Жарқұбақ қалаға барса, аудан орталығына барса, кітап арқылы айтатын еді. Өзі 3-4 сынып қана бөлімі бар, бірақ кітап бар. Біз оқысын деп, балалар оқысын деп, өте көп тағылыммен бізге кітаптарды әкеліп оқыңдар дейтін еді. Жастайымнан батырлар жырын, қиссаларды, дастандарды оқып өстім. Әкем айтатын, шіркін мен білімім жеткенде кітап жазатын едім. Өмірбаяным өте күрделі болды, соның бәрін жазатын едім дейтін еді. Кейін мен мектепке оқуға бардым. Жоғарғы сыныптарда жолымыз болды. Жақсы мұғалімдерден дәріс алдық. Шәрі ағай, Қазтай ағай, Керімбе ағай, әдебиет пәнінің мұғалімдері бізге көркем әдебиеттің мәнін, мағынасын көп айтып, түсіндіріп, тағылымды кітаптарды оқыңдар деп отыратын, әсіресе Керімбе ағайымыз абай жолынан көп дәріптейтін, абай өлеңдерін өзі жатқа айтатын, тебіреніп сөйлейтін, маған айтатын, сенің келешегіңнен үміт етемін дейтін. Сөйтіп мектеп кітапханасында да біраз кітаптар болды, мен соған оқыдым. Шырау ауылы ойнады, Жамбыл облыстығы Сауданның Шыраудың орталығында да кітап дүкені де болды, кітапханада болды. Кітапханада бірімізді жолықтырып, сен мына кітапты оқыдың ба, мен мына кітапты оқыдым деп, сен қашан өткізесің мына кітапты деп, бірімізден біріміз кезекпен алып кітап оқитын едік. Сондай бір үрдіс болды, сондай бір жақсы бір кезең болды мен үшін. Сол әсер етті. Сондықтан олар 12-13 жасында қолыма қаламға алып, өзімде өлең жаза бастадым. Кейін университетке түстім. Қазақ ұлттық мемлекеттік университеті Алматыда небір ғұлама ғалымдардан Семенова Қабдолов, Тұрсынбек Кәдіршев, Мәлік Абдуллин, Мырзатай Жолдасбеков сияқты әдебиет майталмандарынан білім алдым. Ол кісілерде өте көп бізге үйретті, оқығандарын, тоқығандарын түйіп берді. Жүрегімізге рухани азық құйып берді, айтып отырды, оқыңдар деді, білім келешек білімде, келешек кітапта деді. Сол кезде бізге әлем әдебиетінің әнші маржандарынан да үйренуге тура келді. Кітаптарды оқыды. Мұғаліміміз Садович деген кісі Светлана Михайловна сабақ беріп, әлем әдебиетін бізге насихаттады. Осындай кезеңдерден өткендіктен де мен өзімде кітап жаза бастадым. Қазір 20 шақты кітабым бар. Сондықтан да мен де айтар едім, қазіргі жас ұрпаққа жаңа кезеңнің жаңа шығармаларын да оқыңдар, бірақ қазақ классикасын, әлем көркем әдебиетін білмей қалмаңдар, әлемдік үздік шығармаларды оқыңыздар,
кітапханалар көп қазір Қазақстанда. Оның үстінде әрбір отбасының өзінің кітапханалары бар көп жерде. Сондықтан кітаптар босқа тұрмасын, оқыңыздар, көкжиегін кеңейтеді, дүниетанымдарыңыз жақсарады, жаңғырады, бүкіл әлемдік көзқараспен қарайтын боласыздар. Бұл ғажайып дүние кітап деген әрине басқа да жұмыстар бар екенін білемін, басқа да өнер бар екенін білемін, бірақ көркем әдебиет, поэзия дегеннің оны бөлек санада қалады, сақталып қалады. Керек кезде бетін ашып, керек сөзіңді, керек дәйегіңді, ойыңды таба қоясың. Сондықтан мен осы күнгі сіңлілеріме, балаларыма, жастарға кітапты көп оқыңдар. Біз жастанып жатып оқушы едік. Сіздер де сондай құштарлықпен, махаббатпен, қызығушылықпен оқыңдар, есте қалатындай астынсыз қойып оқыңдар. Сөйтіп мақсаттарымызға бір табан болса да жақындай беріңіздер. Сендердің алдарыңда үлкен таңғыл жол бар. Бұл жолда рухани азық керек. Бұл рухани азық кітап деген жақсы тілектемін. Енді сіздерге кітап деген өлеңді оқып берейін. Күләш Ахметованың әрбір өлеңі сырттай өзінше жеке туынды, іштей бір-бірімен үндесіп, ұласып, ұштасып жатқан ұштас әлем. Ал біз сөз кезегін Сәмен Құлар ағамызға берсек. Сәмен аға сөз кезегін. Рахмет. Күләш Ахметова туралы енді көп әңгіме айтуға болады. Жаңағы ағаларыңыз өте орынды айтты, Батырбек ағаларыңыз. Осы Тараз қаласының өзінде тұрудың өзі, ортамызға келудің өзі, бұған дейін де әдебиетте бағалануы, өз атын жүйеленуі дүниеге. Шынында денсаулық болса, осы ортада үлкен поэзиялық кештердің нағыз авторы болып, нағыз кәдімгі биігі болып, ұжымына толық мүмкіндігі бар еді. Енді Күләш Ахметова енді мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Бұл тегін берілмейді, екінің біріне берілмейді. Бұл өнерінің дүниесіне, ақынның ақынына сарапталып барып деген. Şimdi Күләш Ахметовалардың мемлекеттік сыйлықты алудың кезеңі қазіргі уақыттағы кездер емес еді. Әлемдік кейде сөз арасында әңгіме болып жатады, түрлі жағдайлармен болып кететін жағдайлар бар. Енді Күләш Ахметовалардың кезі бұл нағыз кәдімгі әдебиеттің әдебиет, поэзияның кәдімгі қуатында тұрған кезі. Мықты кәдімгі сарабдал ақындардың бар кезі, солардың қалғанынан өтіп барып мемлекеттік сыйлықты алған талантты, дарынды үлкен тұлғалар болатын. Енді Күләш әпкелеріміздің мынау 5 томдық кітабы шықты, Ақсу 5 том. Поэзияда 5 том үлкен кәдімгі еңбек. Күләш Ахметова жаңмен алдында айтып өттім, мынау тек қана бізге дейін әбден жоғары бағаланған ақын. Мен соның қатарында мысалы кейбір пікірлерді айтып өтуге болар еді. Мысалы, Әбділда Тәжібаев ағаларымыз, қазақ поэзиясының үлкен тұлғасы, Күләш жырлары мені қатты қуантты деп баға береді. Енді сіздер енді Әбділда Тәжібаевтың кім екенін қазір мынау кішкентай жасқа қаншалықты білмеймін. Бірақ кезінде Әбділда Тәжібаев қазақ поэзиясына үлкен дарынды ерекше тұлға болатын. Оның аузынан мұндай уәжді сөз алып бағалаудың өзі үлкен қымбат баға болатын. Мысалы, Тәкен Әлімқұлов дейтін ағаларымыз болды. Ол да кәдімгі бекзат жазушы. Ол да 2001 ағаның жарық өзінің бағасын бере бермейді. Сол Тәкен Әлімқұлов ағаларымыз Күләш туралы айтып жазады.
күләштің поэзиялық отауында төл жиһаз бар дейді. Осы жерде көріңіздерші, төл жиһаз. Яғни өзінің керемет жақсы көркемдік әлеміне поэзиялық дүниенің барында тұрды. Ал енді Қадыр Мырзалиев дейтін ақын болды. Жастарға айтып отырмын. Керемет тапқыр ақын болатын. Қазақ поэзиясында лирика өз алдына ойдың философиялық қысқа лирикалық өлеңдерін керемет ғажап үлгілерін туғызған ақын еді. Мысалы, сол Қадыр Мырзалиев ағаларымыздың өзі Күләш Ахметова көп ақынның бірі емес, өз алдына бөлектеу тұрған 8 қырлы, бір сырлы тұңғиық ақын деп баға берді. Көрдіңіз, сонда бізге дейін бұндай пікірлер өте көп. Сол келіп үлгілерін ғана сіздерге айтып отырмын. Яғни бізге дейін қазақ поэзиясында өзіндік орны бар, үлкен дарынды, ерекше тұлға деп айтуымыз болады. Енді мен Күләш Ахметовна бестомдық өлеңдер жинағымен толық таныстым, қарап сөзін оқып шықтым. Кезінде Аңғал газетінің бетінде материалдар жариялағанмын. Енді кішкене сәл қысқартып, содан кейін тақырыбын өзгертіп келдім. Мен сол мақаланың тақырыбын қазақ поэзиясының күләші деп атағанмын. Қазақ поэзиясының күләші. Күләш деген сөз ол жалпы өнерде феномен есебінде. Күләш Байсейітова дейтін есімсіздер білесіздер ғой, олар білесіздер, мысалы қазақ өнерінде әсіресе ән өнерінде ерекше кәдімгі болған. Сол сияқты, сол ән өнерінде Күләш қандай өзіндік даралығымен көрінетін болса, мынау поэзияда да Күләш осындай феномен есебінде, сондықтан да қазақ поэзиясының Күләші деп өз алдына бөлек жазған бір кейінгі өзгертіп жібердім. Ал енді Күләштің аңғырде Орман дейтін кітабы қарасаңыздар. Орман деген. Орман осы өлеңдерімен оқып отырып іштей танылған. Қазіргі уақытта азаматтық лириканың өзі осындай қуатқа, осындай биікке, осындай көркемдікке биікке көтеріледі деген осы Күләш Ахметованың Орман өлеңдер жинағындағы азаматтық лирика ақынның нағыз биіктегендігін негізі. Ақын көбіне өнерге келген кезде махаббат лирикасын жазады, табиғат лирикасын жазып жатады. Ал екінің бірі азамат лирикасын сонау шырқау биігіне дейін көтеріп жазуға жүрмейді. Отан туралы, ел туралы, тіл туралы өлеңдер болуы мүмкін, бірақ оқисың да жақсы екен дейсің, ол қарайсың, ойыңызда ешқандай арайсыз да ой қала бермей. Ал енді Күләштің өлеңдерін оқысаңыз, онда кәдімгі азаматтық лириканың керемет үлгілері бар. Мысалы кезінде жаңағы Жұман Молдағалиев мен қазақпын деп поэма жазды. Мен қазақпын деп. Ал енді Әбділда Тәжібаев кезінде біз қазақпыз деп драмалық шығармасын жазған. Ал енді Күләш Ахметовна заманның ыңғайына қарай өзінің сен қазақсың деп өлең жазған. Неге осы өлеңдерінде бұл жай ғана кәдімгі болған сөйлем биік тұғыда жырлап жазады. Яғни бұл өлеңнің үзінділерін Батырбек ағалар өте орынды оқыды. Шынында да бұл адамның рухын, кәдімгі жанын, кәдімгі күш беретін, қуат беретін, халықтың өздікті деген сенімін арттыратын керемет өлең жолдары екендігін. Мысалы, сен қазақсың, қазақ елін туған да, онда дүние табылуын үлгі да, ата жұрттан, ана тілден айырылма, төбеңде күн, төменде жер тұрғанда дейді. Бұндай өлеңдер Күләш ақынның өлеңдерінде көп. Мысалы, маған ерекше суға байланысты су симфониясы есебінде берілетін әдемі керемет өлеңі бар. Сулы хаттар шаһарлардың шаттығы деп аталатын өлеңдер. Шынында да фонтан. Біз кейбір тілшілеріміз керуендерді қазақша аударуға болмайды. Сол күйінде айтуымыз керек.
дейік, әнұранмен гөрі елтан бөлеген кезде сонда тілшілеріміз кәдімгі терімді сол қалпына айту керек деген ұғымдар. Мен оған оншалықты келіспеймін, шын керек. Мысалы, фонтан деген сөз дұрыс, жақсы. Ал енді сол фонтан дегенде су бұрқақ десе, қалай кемшілік кем болады? Бұл жерде мынау күләшақтың сол егер қарап тамаша әдемі сөз жасап отыр. Кезінде ислам жарылқап дейтін тілшағаларымыз болған. Мысалы, сол кісі көптеген жаңағы сөздер жасады. Сөз жасау оңай емес. Сөз жасау үшін халықтың көңілі, мысалы, мороженое дегенді ислам жарылқап ағаларымыз не дейді? Балымыз бақ деп айтқан. Қараңыздаршы, мысалы, мороженое деген беретін ұғымы не болды? Тек қана салқын ғой. Ал енді соның баламасы есебінде қазақша жазған балымыз бақ десе, бұл енді мороженое нағыз кәдімгі атауын беріп отыр. Сол сияқты, мысалы, күләшақтың су бұрқақ деген сөздің өзіне керемет танымдар қазақтың мәдени тіліне енген байық қой деп айтқан. Сол су бұрқақ дейтін өлеңде ақын былай деп кәдімгі әдемі фонтанды жырлайды. Ақ құйын су атқылайды алапат, қадалады қыздың көзі қарақат, қайнап тұрған аңызақ таптап та судың су сыңғырлап рахат. Жанға ләззат жасампазы күйге шу, әуезия әлемімен үйлесу, бүлдіршіндегі күлкісіне қосылып сыңғырласу, еркелесу, билесу дейді. Қандай керемет тамаша. Осы жерде қарасаңыз, ақын жаңағы әдемі сөзді ашын, әуезия. Поэзия деген сөзді кәдімгі соңғы әдемі әуезия деп атап береді. Жалпы кімнің өлеңдерінде көптеген жаңалықтар бар, поэзиялық керемет. Мысалы, кімнің символдық бейне есебінде. Мысалы, сәкен символдық бейнесі мектептің оқулығында берілген, мысалы, асау тұлғар дейтін бейне көзадарыз мектепте мұғалімдер сіздерге оқытқанды сөзін берілген. Мысалы, Шамсүгір поэзиясы десе, дала күй дейтін ұғымдар келіп жатады. Ал енді Қасым Аманжолов десе, поэзиялық дауыл дейтін символдық бейнелер келеді. Неге осы ретте Күләш Ахметова өзінің поэзиялық символдық бейнесін жасаған. Ол меніңше жапырақ жаздым. Осында әдетті жапырақты жырлы. Мысалы, бұндай бағытта өлеңдер басқа да бар, бірақ бұл Күләш Ахметованың өлеңдерінің үлкен бір ерекшелігі есебінде атап өткім келеді. Мысалы, махаббат лирикасын ешкім пайдалы етпейді ақындар. Барлық деп махаббат лирикасының келеді, содан бастап жатыр. Ал енді Жүсіп Қыдыров дейтін ақын, белгілі ақын. Күләш Ахметованың махаббат лирикасы қалайда? Былай дегенде, күләш өлеңдерінде махаббат лирикасы әртүрлі қалыпта көрінеді. Бір жақта сүйемін емес, драмалық хал, психологиялық сәттер ескереді. Осыған ерекше тоқталуға болады. Мысалы, сіздер анау үшінші кітапта болу керек, махаббат қалайдасы көптеген жақсы әдемі өлеңдер берген, сонда тек қана күйеуін сүйемін деген жазбаймыз. Өмір тек қана одан тұрмайды ғой. Махаббат деген бұл екі затты арасында күйеуін түсіністік. Ал енді өмірінен бір қалыпта бола ма? Әрине болмайды. Ақырда неше түрлі. Кейде адам жұмыстан кешігіп кетуі мүмкін. Сондай сәттер әртүрлі жайлар болатын, соның бәрі махаббаттың ерекшелігі махаббаттың драмалық сәттерін әкеледі. Мысалы, ол былай деп жырлайды. Әрине, Күләш Ахметованың суретте тұр, оның жолдасы Қайырбек, Асанов, бұл бағытын қатарында. Сонда соның бағытталған бір өлеңде былай деген өлең жолдары бар. Ғашық болып қалмау сірә мүмкін бе, көріп тұрып сенің сұлу көркіңді, ғашық жақын саңғылған күлкіңде, бір көргеннен алдың менің еркімді. Қалың кірпік, қара көздің жақылы, ай қалаппен үйлесімін тауыпты, сенің бүйра шаштарыңның толқылы, қара теңіз толқынның қалыпты. Қандай тамаша, мысалы сіздің салған жерден ашаш болып бұйрады ғой. Қайырбек ағамыз жас кезіндегі шаштарын көріп, бұйра қою қара шаш болады. Сонда әдемі образбен берілді. Ал енді осы махаббаттың әдемі жырына Қайырбек ағамыздың жауабы былай деп береді.
Сен маған өкпелеме асыл жағым, жаным аяғым жоқ асылдарым, тағдырға мың рахмет, сен болмасаң, жайқалмай кетер еді жасылға деп жатыр. Мінекей қарап отырсаңыздар, осы махаббат лирикаларының негізінде үлкен бір адамдықтың сырға, адамдықтың белгісі шығады, бір-бірін қадір тұтып жатыр. Рас енді көп әңгімелер айта беруге болады, бірақ енді осы кімнің Күләш Ахметованың өлеңдері қазақ поэзиясында өзіндік орынға керемет жүріп жатыр. Тек қана оқуыңыз керек қана. Егер де сіздердің кішкене өлеңге деген жақындықтарыңыз болатын болса, оқыңыздар. Ақын өз заманының сейсмикалық аппараты. Егер бүкіл жерге сызат түсер болса, сол сызаттың алдымен ақындардың жүрегін басып өтеді деген екен Гейдрих Гейне. Ал егер сол айтып отырғаныңыз әйел ақын болса, ана болса, оның жүрегі қаптаған жарақаттардан тұрады. Ең керемет деген ер азаматтың басында мың болса, әйелдің, ақын әйелдің мың болады. Күләш Ахметова міне осындай ару, сондай ақын. Осы микрофонды Тараз қаласының құрметті азаматы, жазушы Жұмайс Көсемай Сәттібайұлы ағамызға береміз. Осы Күләш апаларымды ұстаз тұтқан ақын еді. Біз мына жерде жаңағы құрлап қобалжып кеткеніміз ол кісінің інісі бар атты. Сол бізді бүгін 12-ге атаға шақырып қойып еді. Ол кісі алматы жүріп қайтыс болып сол жақта жерлеген. Үміт отыр, мен отырмын. Есет шыдаймай шығып кетті. Кім отыр? Бақытжан отыр. Біз сол жаққа жүргіміз келген. Әкеміздің алдындағы шәкірттік парызымыз өтейік, бір ауыз болса да сөйлейік деп келдік. Мынау профессор ағаларымызмен керемет баяндама жасап дайындалып келдік. Талқылап, жақсы бұрын айтылмаған пікірлер айтты. Бұл кездесудің негізі бір оқу орындарының филология, журналистика факультеттерінің тәкеңді шақырып осындай лекция отырысы тегінде керемет болады деген. Мен сол ойға тоқталып отырмын. Ал енді Күләш апам туралы айтайын дегенім асыл отаны өте қысқа сөйлеймін. Мен кішкентай кезімде мынау жаңа өзі жастарға, оқушыларға оқыңдар деп айтты ғой. Сол көп оқығанын білген едім. Сонда үнемі Қазақстан пионерін кейін пионерден қамзол оқып түсем де Қазақстан пионерін алып жазатынмын. Қазір журнал қойған ғой. Сол кезде ауылда жүріп өлең жазатынмын. Көктем келген кезде адамдар бір жаңа сезімге, жаңа көңіл күйге ие болып, көктеген жапырақтарды, шыққан гүлдерді, ұшқан көбелектерді көріп бір әсерленеді. Сол кезде мен көктемге арнап өлең жазамын. Сол өлең жазғаннан кейін мұғалімге көрсетіп едім. Есалы Қырықбаев деген өзі өлең жазатын бір тамаша азамат бар еді. Сол кісіге көрсетіп едім, бұны Қазақстан пионері газетіне жібер өзім оқитын. Содан жібердім. Bir күні хат келді. Қарасам, ол кезде мен қазіргі жастар оны біле ма, білмей ма, біздің кезіміздің бір есте алатын әсерлі сәті редакциядан хат алу болады. Туған туыстан хат алу бөлек әңгіме өз алдына. Ал енді редакциядан жаңағыдай ресми төбесінде Қазақстан пионер деп қызылшамен жазылған, астына печатьпен қол қойып жауап жазады. Сонда маған Күләш әпкем хат жазды. Мен ол кезде Күләш әпкем, Күләш Ахметова екенін, ақын екенін, өзіміздің журналдан нағаш әпкем екенін қайдан білдім. Редакциядан қызметкер екенін ойлаған, Күләш Ахметова деп қойған. Алғашқы тырнақ алды менің қалабым жақсы, өте жақсы, көктем туралы осылай жаза бердік, хат жаздық маған. Ондаға дейін сақтап келдім, осы әскерге кеттім, қайттым мен ұялдым ба, елігінің не керегі бар дедім ба, сол
кезде мен Күләш Шәкіртке туралы осылай сөйлеймін. Күләш Шәкіртке туралы небір жаңағы жақсы эсселер жазамын, ол кісілердің өлеңін жаңағы Сәмен ағалар сияқты талдаймын деп ойлаған жоқ еді. Бұл тағдыр келді, Күләш Шәкіртпен бірге қаламдас болып, жазушылардан сөз болып, сол кісілердің қатарына ілесіп, сөйтіп мінекей Күләш Шәкіртке туралы үлкен мақалалар эсселер жаза бастады. Ол кісінің үйдегі жаңағы күйеуі Қайбек аталарын өте ғажап кісі, екі ақын бір-біріне сай қосылған. Бұл кісілердің тек қана шығармашылығынан емес, отбасындағы тәрбиесінен де отбасының беріктігінен де ғибраталы болады. Мысалы үшін Күләш Шәкірттердің әдебиетті қалай істесе, бұл кісінің өмірі де жағы да, ұл қыздары да дастарханы да шығарады бәрі әдемі, өзіне сай. Сондай бір әдебиетті, тазалықты, тәртіпті, нәзіктікті ұнатады. Бұл кісі жаңағы ағалар айтып отыр, бұл кісі Күләш деген кезде көктем, шапырақ, осындайлар тағы десеңіз сәлем дауыл деген сияқты өзің ескертеді. Сондай деген сияқты мен Күләш дегенде нәзік. Күләштің өлеңі бар, қазір жаттап білмеймін. Мен дейді тіпті жаңағы күрескерлер үлкен ұрандатып жатқан кезде де мен соны нәзікпен айтамын. Ғажап адам ғой. Бұл кісінің өзінің мынау аспанда жұлдыз көп, бірақ сол жұлдыздың ішінде ерекшелер болады. Күнде қарасаңдар, біреуін әдемі жарқырап жүзі сияқты қолдарында. Бұл көп деген ақындардың ішінде сөйтіп көріп тұрады. Кісінің стилі, жазуы, нәзіктігі сондай аңғарып тұрады. Сол тұрғында мүмкін жаңағы Әбіш жазып жатса, Күләш туралы Тәжібаевтың да жазып жатса, Кәкен жазып жатса, Аян Нысаналин жазып жатса, тағы басқалар жазып жатса, қатарлары заманымызда сол поэзиясында сол нәзіктікті аңғарған деп ойлаймын. Мынау енді екіншіден мына кітапханаға рахмет айтқым келіп отыр. Жаңа Бәкен сияқты мынау кітапхананың директоры өз орындағы, өз жұмысын сүйетін, өз жұмысын жақсы көретін адам екен Эльмира ханым. Біз келген сайын есіктің аузына қарсы алып, бұл деген ешбір директор ондай жұмыс жасай алмайды. Енді жақсы сөздің есіп есту керек қой, осыны өзіне де айтамын, көпшілік алдында айтып отыр. Эльмира рахмет. Мынау жамбыл облысында қанша ақындар болса, соның бәрін бөліп жармай осындай кеш өткізуіміз керек. Оның ішінде жастар да бар, жасамыстар да бар. Бәрі де осы өздері қойған тақырыптың аясында осылай шығармашылық өткізе берсін. Ал енді біздің Күләш ақын апамыз, біздің генералымыз, басшымыз сияқты біздің алдымызда жүре береді. Мысалы үшін Дағыстан деген ел бар, соның ішінде Авар деген халық бар. Сол кім десе Расул Хамзатов еске түседі. Орыс деген кім десе Лев Толстой, чеховтар еске түседі. Одан басқалар да мықты ғой, дамып кеткен 19 ғасырда. Ағылшындар десе Шекспир еске түседі. Қайдағы атам замандардағы тарихи Гомерді білеміз. Неге білеміз? Гомер сол кездегі бір сенатор ма, бай ма, миллиардер болса біз білмес едік. Оның тарихты жазып кеткен тіршілік. Сондықтан біздің мынау қазақ десе Абай деген сияқты жамбыл облысы десе аянат жаңа жаққа жүре берейін. Айбектен екеуі қатар кетіп қалды. Мынау ішінде әдемі жырлар бар, нәйгеттер туралы енді оны өздеріңіз оқып алыңыз. Нәйгеттер Арамызда Күләш апамыздың қаламдас ізбасарлары қатысып отыр екен. Үміт Бейсенова мен Жұлдыз Бейсен. Сөз кезегі өзіңізде. Күләш Ахметованы заты білімдерлер 6-шы сыныпта, 6-шы класста оқып жүргенде «Ақкүрім менің» деген кітабы қолыма түсті. Ауылдың бізге анам сол кітапты әкеліп берген. Содан бастап сол кітапты жастанып жатыр. Сол кіші еліктемештім. Еліктемегенім соншалықты менің өмірлік жарым да ақын болып шықты. Қайырбек Асанов пен Күләш Ахметова сияқты анау Келінжан деген фильмде айтады ғой, Айсара, аффирмация деп.
Қазір ойлап жүрмей сонда аффирмация мен мықты болайын деді. Күләш Ахметованың әсіресе мына өлеңін жатқа айтатын және соны әлі күнге шейін оқитын болсам аяғына шейін жылағым келеді. Анасы туралы Шідер деген өлеңі. Сен кеткелі басталғанды басқаша ән жүреді жылдар шашқа шаң. Жырларымды көп адамдар оқыған, апа сен ғой тыңдамадың ешқашан деп басталады. Бұл өлеңді қазір мен сіздерге оқып бере алмаймын, оқысам сол өшіп тұрады, өйткені тағдырында сөйткен ол кісі титтей кішкентай кезінде Күләш Ахметова, Күләш апаларымыз кішкентай кезінде анасынан айырылған, ал мен өзімнің әкемнен айырылған едім. Осындай ұқсастықтар болды, бірақ мен кейін ол кісінің әдемі тағдырына еліктеуге, сұлу өмір сүріп жатқан өміріне еліктеуге тырыстым деп әдемі өлеңдерін әнмен орындайтын болдым. Мазалайды бізді амалсыздық күрсіну, екеумізге қызғанып қарап тұрды бір сұлу, қарап тұрды бір сұлу. Ақырымыз осы, ісіміздің бәрі тек махаббат есуас. Жылап қалған тәрізді, жылап қалған тәрізді. Айтып әнін, Гүлнәр Шамшиеваның әні, өлеңі Күләш Ахметованың. Мынау жастар орындап жүрсеңіздер, сіздер де махаббаттарыңызды адаспай табасыздар. Қайырбек Асанов пен Күләш Ахметова сияқты ғұмырлық мәңгілік махаббат иесі боласыздар. Күләш әпкеміз туралы жаңа Сәмен ағамыз керемет шынымен де баяндама жасады. Шағын ғана бірақ осылай айта бергім келетін керемет ойлар көп. Бірақ ең болмаса мына жастар сол Күләш әпкелеріміздің 2-3 өлеңін жаттап жүрсеңіздер, жаңағы қазақ туралы қазақты жамандама қазақ бала деген сияқты сіздер ешқашан адаспайсыздар. Ол сіздерге өмірлік бойтұмар сияқты дұға, Алланың, Құдайдың, Құранның сөзі сияқты бойтұмар болар еді. Күләш әпкеміздің жырлары жасай берсін, өзі Қайырбек ағамызбен бірге ортамызда шапқылап ойнап жүріп бізді осылай тәрбиелей берсін. Әумин. Бақытжан аға, өзіңіздің қосарыңыз болсын. Кетпейміз осы жерде. Жалпы Күләш Ахметова айту бір жағы қиын, бір жағы ғажап. Қиын болатын әрине Күләш поэзиясы өте терең, поэтикалық қуаты күшті, көркемдік шегі өте бай, оның білеталы сөзінің талдап айту мүмкін емес. Екінші ғажап болатын Күләш әпкемізде ортамызда әлі бар. Осында отырғандардың болсын үйінде болмаған жоқ, болсын қолына дәм тартпаған жоқ. Біз Күләш әпкемізді шыны керек әдебиеттегі поэзиядағы Күләштен бөліп, ана Күләш, әйел Күләш ретінде де жақсы танып қойды ойлайды. Енді әрине жалпы көп нәрсе айтуға болады. Біз Алматыда кезінде оқып жүрдік, мынау Сәкен бар. Біз оқыған кезде құдайға шүкір біздер Мұқағалиды көрген жоқ, өздері қайтыс болып кетіпті. Әдебиет алыптары жүгірге жуық бар еді. Сонда біз Казгүлде, басқа жерде жиі кездесулер болады. Сонда біз кішкентай ғана келіншек Күләш әпкеміз өлең оқиды. Енді білеміз ғой, Қазақстан деген жерлесі бізден мақтанып, өлеңіміз көріп отырады. Сонда Күләш әпкеміз өлең оқыған жәрінде тәжірибе айтар, Хамидер Ғалиевтер жаңағы әр кішкене поэттер раза болып, басын шұлғып, бір-біріне қарап жаңағы мақұлдап сүйсініп отырады. Соның баласы ғой енді. Біз әпкеміз өлең оқыған кезде алыптар риза болып, таңғалып болып, сүйсініп отыр деп мына жақта марқайып отырады. Жалпы Күләш әпкеміздің мен 2 жыл бұрын Тараз мұраларыменен бір таңдамалы томдығын шығардым. Сонда мен кітап қарастырғанда шыны керек қиналдым. Енді бір томға сызып алып, ішіндегі ең мықты өлеңдерін
жинақтау керек болды. Сонда бірін алдына, бірін кейінге қоятын поэзия таппадым. Ана өлеңінде сұранып тұр, мына өлеңінде сұранып тұр таңдамалға. Бәрінде кіргізіміз келеді. Тіпті кейінгі бір байқағаным, бір қарапайым ауылдағы бір үй шаруасындағы әйелге арнаған арна өлеңінің өзінде классиканың өлеңдері көрсетті. Керемет еді. Әдебиетіне түсі құтты шығарып қой енді. Сондай бір керемет ғажап ақын. Сол кезде мен енді ішіне келіп, Құлаш поэзиясынан бір мін қателік іздеп те көрдім. Ақсар ұйқастар, кері, сондай бір келіспейтін ойлар жоқ, таба алмадым шыны керек. Таппадым. Қай өлеңін оқысаң да, қандай шығармасын қарасаң да, жылжыған жорғаға мінген сияқты жүре береді. Тоқтаусыз, кедергісіз оқи бергің келеді. Бір бал соғғандай сүйсініп отырасың әр шығармасына. Жаңағы кісілер айтты ғой, біздің осы облысымыздың көш басында осы әдебиетіміздің Құлаш әпкеміз тұр. Қайырбек ағай аман болсын. Құлаш поэзиясы жасай берсін балалар. Жалпы бір мезгіл поэзия оқыған дұрыс. Поэзия деген ол. Жалпы Құлаш әпкеміздің поэзиясында бізге өте жақын, таныс тақырыптар, ғажаптар өзі сол. Таныс өмір, таныс табиғат, таныс таулар, таныс өзендер, тараз тарихы, талас табиғаты тартып тұрады. Жеңіл, жүрекке тез жетеді Құлаш поэзиясы. Сондықтан сол бір мезгіл біраз кітаптар шықты ғой енді. Іздеп, тауып, оқыңдар, жаттап жүріңдер. Поэзия оқып өскен жастар еш уақытта жаман болмайды. Олардың жүрегінде сондай ерекше мейірім пайда болады. Адамға деген сондай махаббат, жақсы бір сезімдер пайда болады. Сондықтан поэзия біз осы құрашен қонақ болып, залды толтыру үшін, адам санын көбейту үшін қатысып кетпеу керек болды. Осындай әрбір жиыннан, әрбір іс-шарадан бір кішкентай ғана өздеріне пайдалы ақпарат, пайдалы дүние алып қайту керек. Бүгінгі жиынның мақсаты Құлаш сияқты үлкен классик ақынның бар екенін білдіңді. Сол кісінің керемет поэзиясы бар екенін, оның қолдайтын шәкірттері, артынан ерген ізбасарлары бар екенін көрдіңдер. Енді ары қарай поэзиясын өздерің оқыңдар. Ол сендердің өшкендіктерін, зиялылыққа бірталай жақындағандарын бұл есепті жақсы. Өзіне өзім сүйенем орасында, өзіне өзім жол салып орасында, өзіне өзім жете алмай отырамын ыдыстар мен дыбыстар арасында. Егерде бекіле жаза салған көңілге ғана емес, бұл ақынның әйелдің қасіреті, өзі ғана білетін, басқалар сезе білмейтін мұң, өлең екеуі ғана түсінетін сыр. Нашамбетова, сен қазақсың. Сен қазақсың, қазақ деген ел бөлек, қазақ салған соқпақ бөлек, жол бөлек, киіз жер секілді жұп-жұмыр, шаңырағы күн секілді дөңгелек. Сен қазақсың, бір Алланың құлысың, адам құл болғаны құрысын, жойқын соғыс болмақтарда жойылмай, қалған ұлтсың, қаһармансың, ұлысың. Сен қазақсың, ұлы дала тұғыры, күмбір күрескерлік ғұмыры, тірескеннің бірленген тізесін, тұлпардың, тұяғының дүбірі. Сен қазақсың, байырмышы күздеген, табиғаттан тән тамырын іздеген, қолын жайып көктен өмір сұраған, жер бетінен жер ұйықты іздеген. Сен қазақсың, қазынасы кәсіпқой, қазақ болу ғаламатқа ғашықтық, жерің суың, тауың сұлу соншалық, көрген көзден кететіндей жасылдық. Сен қазақсың, отаншылсың, тектісің, айбарлысың, ақыллысың, беттісің. Көп болуға, бір болуға тиіссің, көрмеу үшін жаттың езгі теккісің. Сен қазақсың, рухы еркін, өз еркін, мозбалақсың, сорғалаған сөз еркін,
Қайталанбас күйші сіңсен құялған домбыраның өзегіне өзірдің. Сен қазақсың, келе жатқан бағасып, адамзаттың ізгілікке жол ашып, дастарханның елшілігін ежелден мейірбансың, мейман досы қол ашып. Сен қазақсың, ғарышкерсің жанаспан, өрелісің өз орнына таласқан, төрге лайық марғасқасың, мықтысың төрткүліне саясатта сынасқан. Сен қазақсың, қазақ едің туғанда, онда дүние тағылымынан үлгі алда, ата жұрттан, ана тілден айырылма, төменде күн, төменде жер тұрғанда. Жұлдызың жібек жолы бойындағы, тақ тарас, жалқы тарас жаһандағы, түп қазақ туған үйім отандағы, ықылым замандардың шаңы жұққан, шаһарлы шежірелім қаһарманы. Тегім сен, кітабым сен, парағалтым, сен дәлел, дамыс егер дана халқы, милет пе, миленім бе саған да тән, дәуірге сәлем бердің дана халқы. Тараздың тасы, қайран тараз, қаймана елге маған, қақпалары көлеңкедей құлаған, қамалда жоқ, амалда жоқ тағдырға, жылдар жолы, жылдан әрі бұралған. Сұлу қала, сұсты қала, тым өктем, арулары желеңкеден жібектен, ерлерінің айбарынан жаужасып, ақындары атақ-даңқын жыр еткен. Жұлдыз Асқарқызы, сіздің де қосарыңыз болса. Ол кісінің әр өлеңі тұнып тұрған лирика, әр өлеңі біздің болашаққа, біздің ұрпақтарымызға берер тәрбиелік мәні өте зор. Мысалы, қазір енді жастар көбіне суицид жасауға бейім келеді ғой. Сонда күн шыққанда күліп оян деген кітабының атының өзі қандай ерекше мәні бар. Жүрекке мейірімнен жылу көмек, сүйсінбеуге бола ма сұлу өрек. Ойлай берсең, ойда көп, уайымда көп, шыққан күнге қуанып білу керек деген сөзіңіз. Барша қазақ жастар жаттап өсу керек деп ойлаймын. Сол өлеңнің өзінде, бір сөздің өзінде қаншама философия тұрып тұр. Мен Күләш Ахметованы кішкентай бала күнімнен білемін. Біздің ауылдан шыққан деп біз мақтанып өстік. Кішкентай кезімізде мектепте оқып жүрген кезде біздің ауылға кездесуге Қайырбек ағамыз екеуі келіп тұрады. Сонда барша ауыл біз өлеңдерін жақта оқып, алдына барып, біз қалам ұстаған сіңілдер алдына барып өлең оқуға тырысатынбыз. Сондай естеліктер қазір көз алдымнан көргенде өтіп жатыр. Үйіне барып, жазған өлеңдерімізді оқып, апайдан бір ауыз жылы сөзін қандай бізге демеуші шабыт болатын. Қазірдің өзінде мен апаймен тығыз қарым-қатынастамын деп айтуға болады. Әрқашан маған қолдау білдіріп тұрады. Ең бірінші шыққан Қарғазал деген кітабының алғы сөзін апайдың өзі жазып берген. Апайға арналған жырларым да бар. Оны енді өздеріңіз кітаптан осы кітапханада менің алғашқы кітабымның тұсаукесері Қарғазалдың осы жерде өткен болатын. Және де сыйлыққа осы кітапханаға тастап кеткенмін кітапты. Сол жерден алып отырсаңыздар болады. Қазір енді уақыт тығыздығына байланысты көп сөз бай. Апайдың жырларын жасай берсін. Алып оқысаңыздар өздеріңізге өте көп өмірлік асық болады.
ақ шамдарын ертерек сөніп кетпеңдер. Қанша махаббат, қанша мейірім бар осы жолдарда. Адамнан көрік алатын, адамнан жарқындық табатын жаратылыс қандай ғажайып. Келесі сөз кезегін Қадірәлі Жансерік ханымға береміз. Саламатсыздар ма, құрметті ағалар, құрметті жас достар, енді мынау ысытып суытып жан-жағын жандырып, айызын қандырып ағалар жан-жағын айтып берді ғой. Күләш апамызды біз бала кезден сол кісінің шығармасымен өстік. Енді біз көп қазір өмір бұл кісілер сияқты жүріп өткен жолымыз үлкен бір болмаса да, Күләш апаның өкіл баласымыз поэзиядағы, сол үшін бізге үлкен мақтаныш. Күләш апамыздың енді айта берсек таусылмайды. Ол кісінің біз Фариза апаның өзін көрдік. Фариза оның барысында қазақ поэзиясының ашылуы, мынандай қарағайлы орманы болса, Күләш апамыз жемісті орман еді. Ол кісінің мейірімі, нұры өте бөлек. Қазақ поэзиясының екі үлкен ханшайымдай болып кеткен кісі. Күләш апамыздың жаңағы ағаларында айтып отырғаны өте керемет нәрсе. Ол осы жерде туған жерде тұрғаны. Бізге ол қазір сөз жүзінде онша сезілмеуі мүмкін, бірақ Европа, батыс елдерінде, мәселен орыстардың өзінде де мынау Есенин арақ ішетін жер, мынау Бальзак кіріп кеткен кітапхана деген сияқты брендке айналдырып тастаған жазушыларды, Бодлер тартқан сағат деген нәрсеше ақын жазушылардың. Біз сондай нәрсені пайдалануымыз керек. Біз анау Найнтиуан қойылған шашып түсі деген сияқты нәрселерден қашып, осымыз Күләш апамыз келген мешіт, Күләш апамыз дәрет алған жер, Күләш апамыз оқитын кітап деген сияқты, біз солай сол кісі жүрген көше деген сияқты ақын жазушыларымызды дәріптесек, одан біз ешқашан ұтылмаймыз. Жастардың қазір тілі мүлдем бөлек негізінде. Бұлай отырып бір-екі ауыз сөз сөйлеу ол қабылданбайды. Жастар өзіміз жас болған соң білеміз ғой. Сондықтан әрдайым өздеріңіз оқыңыздар. Күләш апаның кешегі Мұқағалидың ана сен маған шартыңды бер деген өлеңі сол. Күләш апаға арналған өлең, оны біреу білсе біреу біле бермейді. Сондықтан да ең бір жақсы нәрсе, енді анау өлең, анау нәрселеріміз көп еді, бірақ уақыт қысқа, уақыттан алатын нәрсе жоқ. Сондықтан жастар, Күләш апа да сіздер сияқты қыз болған, сіздер сияқты ол кісі де медицинада жұмыс істеді. Мысалы, Фариза апамыз гидро саласында жұмыс істеген, мәселен ақын болу үшін, әдебиет түсіну үшін тек қана қазақ әдебиеті болмау керек, мамандықтардың әртүрлі бола береді. Сондықтан да мынау жаңадан ағаларымыз да айтып жатыр ғой, ақын әдебиетті оқыған ел ешқашан өлін алашын аттамайды деп, соған толықтай қосыламын. Қазір ел өлсе неден өледі? Рухани ашаршылықтан өледі. Біз басқа материалды жағынан өліп кетпейміз ау. Қазақ берекелі жер ғой, астында үстінде. Біз моральдық, рухани ашаршылықтан өліп қалуымыз мүмкін. Ал бірақ бізді өлтірмейтін осы ақын жазушылар. Ақын жазушы бар ел, әрдайым руханилыққа бай ел. Сондықтан әрдайым рухани бай болайық. Рахмет. Ақынның отаншылдық тақырыбындағы жырлары жетерлік. Отанын, елін, жерін шексіз сүйіп, оның әрбір қасиетін жырға қосқан Күләш Ахметованың жүрегіндегі сүйіспеншілігі арқылы қаламды сүйеді. Қаламды сүйген ақынның ойымен қиялы ғарышты кезіп жүр. Ойы биік, парасаты шалқыма, танымы терең. Күләш Ахметова туралы қазақтың әйгілі ақыны Қадыр Мырзали. Күләш Ахметова көп ақынның бірі емес, өз алдына бөлекте тұрған 8 қырлы бір сырлы тұңғиық ақын. Анық көзім жеткені ол Күләштің нағыз ақын екендігі деген. Ал ақынға нағыз ақын дегеннен артық қандай баға керек? Осымен кешіміз аяқталды.